122-ні. 527 дейді, доллар вообще скачет. 64 мың. Енді 20 долларын есептеші. 10.540. 10.540 екен. Қашты 11 мың. Солайынан. Бонус жизнь. Ой, рахмет, майк басып жатқаныңа құралай. Сразу үлкенге қойып. О, подаркаңа рахмет. Өзіңізге магазин ашып. Золотая моя. Если шамаларыңыз келсе, әрине. Ол ақшаларыңыз сізге ертең міндетті түрде қайтып келеді, ол ақшаларыңыз. Просто сіздер бонус жизньді 3-3 па сондайға бір көтеріп алсаңыз, бәтшапанмен сөйтіп шығардық қой біз, бәтшапаны. Иә, бонус жизньді. Сіз бәріне сразу адам табылмадыңыз, өзіңізге магазин бүйтіп ашқыздық, и соның кейін сояққа. Мен қазір сен айтып болғасын көрсетіп сызып беремін. Например, мен адам шақыра алмасам, мен өзіме 3 магазин аша аламын ба сразу? Аласыз. Аша аласыз. Зато сізде мини-склад пайда болады. А мини-склады бар адамдар, мысалы... Сонда өзіңнің атыңнан аша бересіңіз сонда? Өзіңіздің атыңыздан 3 магазин үшін ашуға болады. Бір аккаунтпен. Бірақ ақшаң болса болды ғой? Бірақ $35 алып алу мақсатында емес, $35 алып алғаннан кейін ол магазинмен істетпей қоятын болсаңыз, онда ше ол біз общий котелдан ақша ұрлап отырған адам болып есептелеміз. Ал ол магазинді аштық па, біздің болашағын ертең жандыратын магазин деп ашатын болсаңыз, мен қанша магазин аштым, мен сол магазиндердің бәрін істетемін. Істету керек. Иә, істету керек ол магазин. Например, мен өзіме 2 магазин ашып, 1 магазин баламның атына ашсам болады ма? Болады. Үшеуінде сіз балам жұмыс істемейді, мен істеймін. Иә, сіз істейсіз. Үшеуінде сіз істейсіз. Картина. Ал жаңа кейін ақшасы келгенде ана баласы барып аламын ба, өзіне түсе беремін оны. Жоқ, получательді қойған кезде белгілеуіміз керек қой, кім посылканы алады. Мысалға өзінің қоя саламыз. Жоқ, ана мен жаздырып алған балам жаздырып қойсам, ол балам былайға қарап тұр, мен жөндей беремін мысалы. Ақшасын өзіңе регулировать етесің, ол сен телефонды қайда өзіңіз төлейсіз. Былайынан ақша салып болады оны. Міндетті түрде балаңыз, мен мысалға қазір Аянның өзінің аккаунты бар, ладно, Аяндікі уже мықты аккаунт. Ал қалғандарының бәріне өзім беремін, жаңа Талғат Д, Талғат Б, Талғат А дегендерді сол балаларыма таратып беремін кейін ертең. Әбден неткеннен кейін. Енді сіз былайынан ашасыз. Жоқ, ақша түскенде ол саған емес оларға түседі ғой, олар өндемей. Қалтасына салып жүре береді ғой, олар өндемей. Жоқ, ақша магазинге түседі, ешқашан. Саған түспейді, магазинге түседі. Міне, сізге болады ол. Просто сен магазиннің атын қоясың, әртүрлі ат. Абу 1 дейді, иә? Абу 1. Енді мынерге Абу 2 дейік. 2, мына жаққа Абу 3 дейміз. Осы 3 магазинге сіз ай сайын активация жасап отырсаңыз, мысалға енді қараңыз, мына жақта сізде бәтшапа тұр ғой.